Сәлем достар, сіздермен Назгүл. Жаз айында кешкі асты жеңіл салатпен алмастыруға кеңес беремін. Ең алдымен салатымызға 2 қиярды жуып, ортасынан бөліп 4 бұрыштап тураймыз. Ал сіздер қалауларыңызша турасаңыздар болады. Қиярды турап болғаннан кейін 1 көк алманы сыртын аршып, ортасын тазалап 4 бұрыштап тураймыз. Турағаннан кейін қиярға қосып араластырамыз. 2-3 дана салат жапырағын турап, салатымызға қосып араластырамыз. Кішкене ас көкті қостым, сіздер қоспасаңыздар да болады. Салаттан кейін 1 ас қасық асқабақ дәнектерін қосып, тағы да жақсылап араластырамыз. Соус үшін мен 2 ас қасық қаймақты алып, жарты ас қасық қышамен араластырдым. Салатымызға құйып, жақсылап араластырып, қаймақты 2 ас қасық зәйтүн маймен алмастыруға болады. Қалауларыңыз бойынша тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Біздің салатымыз дайын. Бұл салат 2 адамға арналған. Бұдан да көп адамға жасайтын болсаңыз, тек құрамын өзгертсеңіз болады. Ас болсын достар!